Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Медицина курс кітабының бірінші томын жалғастырамыз. Бүгін 12-ші дәріс, ад-дарсу сәния ашара. Бисмиллах. Диалог берілген. Кайфа халюки я бинту. Ай қыз, қалың қалай? Кішкентай қыз айтады. Ана бихайрин вальхамдулиллахи. Мен жақсымын. Аллаға шүкір. Мен айна анти, сен қайдансың? Сен қайдансың? Ана мен Сурия, мен Сирияданмын. Сирия. Масмуки, есімің кім? Исми Аминату. Кішкентай қыздың аты Амина. Айна абуки, әкең қайда? Әби Хуна фил Мадинатил Мунаввара. Әкем, менің әкем осында, хуна деген осында. Фил Мадинатил Мунаввара. Жа Медина Мунавварада. Хуа муфаттишун фил мадрасати санавия. Ол жоғары мектепте, жоғары класста жаңағы не инспектор. Басқа кітаптың басқа нұсқаларында муаджих деп келеді сөз, муфаттиштің орнына муаджих келеді, ол руководитель. Басқарма ғой. Санавия, мадраса санавия дегенге байланысты мадраса иададия, иптидаия дейді, иптидаия, сосын мутавассита, кейін санавия деп көру керек, шатыспасам. Иптидаия деген бастауыш сынып, мутавассита орта сынып, орта сынып, средний школа. Санавия жаңағы жоғарғы класстарды айтады екен. Өткен дәрісте мен шатасып кетіп, санавиді орта средний школа дедім. Санави жоғары класстар, мутавассита деген бар, ол ортаңғы класстар, иптидаи деген бастауыш сыныптар. Әрі қарай әкем жаңағы жоғары класстарда инспектор болып істейді, муфаттиш. Ва айна уммуки, ал анаң қайда, мамаң қайда? Хия айдан хуна, ол да осында, анам да осында. Хия табибатун фил мусташфал вилада. Шешем, ол дәрігер жаңағы роддомда, мусташфал вилада, роддом. Вилада деген туылу, мусташфа аурухана, яғни роддомда анам не дәрігер. ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك? Ал кім мына қыз сенімен бірге тұрған? Сенімен бірге тұрған қыз кім? Ол сенің қарында сіңілің ба? Дейді, ол сенің сіңілің ба? Ана кішкентай қыз сұрап тұрса, ол сіңілің ба деп. Демек, нау ғой, сөйлесіп отқан. Екі үлкен қыз сөйлесіп отыр да, мына қыз сұрап отыр да, қасындағы кішкентай қыз кім деп, демек, нау ғой міне Амина деген. Жақсы, оны да шешіп алдық. Енді қасында тұрған кішкентай қыз кім? Ол сенің сіңілің ба дейді. Лә, жоқ, менің сіңілім емес. Хия бинту амми, ол менің көкемнің қызы. Бинту амми, көкемнің қызы. Масмуха, оның есімі кім? Кішкентай қыздың. Исмуха Фатима. Ол кішкентай қыздың есімі Фатима. Ахия замилатуки. Ол сенің нең дейді? Құрдасың ба? Лә, жоқ дейді. Ана, жоқ, мен. Суретте тағы да шатыстым ғой деймін мен. Что-то басқа үрет ете тұр. Енді жақсы, ана. Қасында тұрған Фатима сенің құрдасың ба десе, ана жоқ дейді. Жоқ, ана фил мадрасатил мутавассита. Жоқ, Амина айтады, мен орта сыныпта оқимын. Уахия фил мадрасати санавия. Ал ол болса, жаңағы Фатима болса, жаңағы жоғары сыныпта оқиды дейді. Жоғары сыныпта оқиды дейді. Демек, сіңілі емес, әпкесі, сіңілі емес, әпкесі. Демек, нан айтып отыр ма, сондай ғой? Нағыз айтып отыр ма, сондай?
санауия деген жоғары сынып, мутавассита орта сынып. Ла алаки сұрақ, алаки ухтун, сенің өзіңнің туған әпке сіңілдерің бар ма? Ла дейді, жоқ. Мали ухтун, менің әпке сіңілдерім жоқ дейді. Алаки ахун, сенің бауырың бар ма? Наам ли ахун кабирун, я менің үлкен ағам бар. Хуа талибун бил жамиа, және ол университетте студент. Мен хада тифлу лади мааки. Енді кішкентай баланы сұрап жатыр ана жерде. Ана қасындағы сенімен бірге тұрған кішкентай бала кім дейді? Хуа ибну ахи. Ол менің бауырымның ұлы. Масмуху, ол баланың аты кім? Исмуху Саад. Саад есімі. Уммуки фил байтил ана. Сенің анаң қазір үйде ма сенің анаң дейді. Қазір үйде ма сенің анаң? Ла захабат илал мусташфа. Жоқ, үйде емес, ауруханаға кетті дейді. Тамарин, жаттығулар. Иқра уактуб. Оқыңыз және жазыңыз. Кейфа халука я аби. Кейфа халука я аби. Я әке қалың қалай? Кейфа халуки я умми. Анашым қалың қалай? Қалыңыз қалай? Айна бнуки я Зайнаб. Ей Зайнаб, олың қайда? Захаба илал масджиди. Мешітке кетті. Айна бинтуки я Аминату. Ей Амина, сенің қызың қайда? Захабат илал мадрасати. Медресеге кетті. Қараңыздар. Захабат. Ұл айтылған кезде, өзінің Зайнаб айтып отыр ғой, өзінің ұлы мешітке кеткен. Ұл кеттірген кезде захаба болады да, қыз кеттірген кезде захабат болады. Соңында та қосылады. Тә'нис деп аталады. Тә'нис та қосылады. Мысалға, Аминату захабат илал мадраса. Мысалға да, нәжде Амина өзінің қызы кеттіріп жатыр, бірақ мысал үшін қалатын болсақ, нәжде Аминату захабат илал мадраса деп айтады да. Қыз адам кеттірген кезде захабат болады да. Кез келген етістіктің соңына қызды айтқыңыз келсе, сол іс-қимылдың қызды істеген айтқыңыз келсе, тә'нис онда сукунды та қойып жібересіз болды. Яғни катаба емес, катабат, харажат, дахалат, самиат деген сияқты. Бесінші, лиман хади саатул джамилату. Мына әдемі сағат кімдікі? Ахия лака я Фатима. Ей Фатима, ол сенікі ма дейді. Ахия лаки, кешіресіздер. Ахия лаки я Фатима. Ей Фатима, ол сағат сенікі ма дейді. Наам хия ли, я ол менікі. Ахада қаламука я Мухаммад. Мына сенің қаламың ба, ей Мухаммад? Ла, хада қаламука анта. Жоқ, бұл сенің қаламың дейді. Өзіне жауап айтып жатыр. Қаламука анта. Бұл сенің өзіңнің қаламың. Жетінші, тилка сайаратул джамила. Тилка сайаратул джамилату лати харажатил ана минал мадрасати лил мудири. Ана әдемі мәшін қазір мектептен жаңа шыққан әдемі мәшін анау тұрған директордікі дейді. Анау тұрған емес, жаңа ғана медреседен шыққан әдемі мәшін ол директордікі дейді. Әнта мұхандисун я сайиди. Ей құрметтім. Сайидині құрметтім деген мағына. Господин дей ма дейді, жаңағы мырзам дейді. Саид деген мырза деп айтып болады. Ей мырзам, или бізде құрметтім дей ма дейді бізде енді. Жаңағы, ей құрметтім, сен мұхандиссің ба дейді. Ла ана табибін, жоқ, мен дәрігермін. Әнти табибатун я саидати. Нәже тағы да саидати, әйелге құрметтім деп саидати деп айтасыз. Тамарутамен. Я саидати, құрметтім тағы да әйелге. Сен дәрігерсің ба? Әнти табибатун я саидати. Ла ана мударрисун, жоқ, мен ұстазбын. Екінші жаттығу. Иқра күлла жумлатин минал жумалил атия, сумма қрааха марратан ұхра бағда тағирил munada кама хуа муаддахун фил мисал. Келесі сөйлемнің барлығын оқыңыз, және де екінші рет қайтарап оқыңыз. Жаңағы munadаны өзгерткен күйде тағы да қайталап оқыңыз, мысалда көрсетілгендей дейді. Мысалда, айна қаламука я аби. Енді, әке, қаламың қайда?
Айна қаламуки я умми. Анашым, сенің қаламың қайда? Қаламука, қаламуки. Қаламука ер адамға сенің қаламың, қаламуки әйел адамға сенің қаламың деген. Қаламуки. أعندك قلم يا محمد؟ أعندك قلم يا آمنة دواتس؟ أين بيتك يا سيدي؟ قرمتم سنن أين غيدا؟ أين بيتك يا سيدتي ديد؟ أين بيتك بات؟ قصغا هذا الدفتر لك يا علي. فاطمة هذا الدفتر لك بات نجدة قصغا يا فاطمة. من أين أنت يا أخي؟ من أين أنت يا أختي؟ أنت بات نجدة. أين أبوك يا خالد؟ أين أبوك يا خديجة؟ أأنت مريض يا خالي؟ أأنت مريضة؟ تمر بتغزط نجدة مريضة بات. أنت مريضة يا خالتي. أين غاشة سن سرقاتسың ба дейді. Нәжді ей нағашым әйел кісіге сіз сырқатсыз ба жаңағы. Айна бинтука я али я амми. Көке сенің қызың қайда? Айна бинтуки я аммати. Бинтуки бат нәжді. Алака ахун я Хамид. Хамид сенің бауырың бар ма? Алаки ахун я Суад. Ана Суад деген қыздың аты. Суад сенің бауырың бар ма? Алаки бат. ألاكي سين باور مرنا. ماذا عندك يا أخي؟ ماذا عندك يا أختي؟ بلط السلام عليك يا أبي. السلام عليك يا أمي. وات عليك وات صوت ساقط. أنت الفاعلة في كل من الجمل الآتية. كلاس المصدر كلاس سلمدرن بالغن أيلتين ديك سلمك أنا لرمز ديت. مثلا خرج محمد من البيت. محمد يرتيج خرج باتا يرادم. Ал әйел адам шықты десек, харajat болады. Тәнис қосылады. Жай ғана болды, сол ғана. Разница. Ары қарай айта бересіз. Ары қарай мысалы, бірінші мысал. ذهب المدرس إلى الفصل. Ұстаз сыныпқа кетті. Барды. Ұстаз сыныпқа барды. Сыныпқа кетті. Енді осыны әйел дегенде аударамызақ. ذهبت тәнис қосылыз. ذهبت المدرسة. ذهبت المدرسة إلى الفصل. بولد صلغنا. أرغى ذهب أبي إلى المستشفى. ذهبت أمي إلى المستشفى. ذهبت تغدا. جلس الطالب. جلست تبنا نجد تاني ترانجق نادا يمس جوخ. جلس الطالب نجد طاقة سيكروتنا. جلس الطالب في الفصل. أيلتين جلست الطالبة. نجد تاغصف. جلست الطالبة في الفصل. ستودنت قز سنبتا وطرده. خرج أخي من البيت. خرجت وات أختي من البيت وات. تورنش جاتتغو. تأمل ما يلي. كيلس جنا جازلغاندا درسا بويلان قرانغز ديد. جلست الطالبة. جلست الطالبة وب نجد سكون ست وطر. تو есть كسرة ست. Алиф лам мен сукун кесе, алиф лам мен сукунның арасында касрат сет, жаласат ат-талибату емес, жаласати талибату деп жалғасып кете бересіз. Осында сукун, то есть касрат сет деп жатыр. Осы ғана айтып отқаны. 5-ші иқраил жумал атия, келесі сөйлемдерді оқыңыз дейді. Бұл жерде сіздерге аллази, аллати қашан келетінін түсіндіреді. Аллази ертегінде келеді, аллати әйелтегінде келеді. Мысалға من الفتى الذي خرج من بيتك الآن. жаңа сенің үйіңнен шыққан бала кім? Бала, фата деген жас бала ғой. Сондықтан әлләзи қосылады. Хуа ибну амми, ол менің көкем баласы. Енді тура сол сөйлем, осы сөйлем әйел дегенде. Манил фатату ллати. Фататун деген, фататун қыз бала, кішкентай қыз бала айтады. Жас қыз айтады да, фататун, жас қыз айтады. من الفتاة التي وصلت. الذي مثل التي بات. من الفتاة التي خرجت بات. خرج مثل خرجت بات. من بيتك الآن يا محمد. إيه محمد سيغانا سنين نشقن أنا قزكم. هي بنت خالتي من غل من نغشف من قز. لمن المفتاح الذي مفتاح تمر وتجقصنا ديمك الذي بات يرجين دوات. لمن المفتاح الذي على المكتب.
Партаның үстінде тұрған кілт кімдікі? Хуа лил мударриси, ол ұстаздікі. Лиман ис-саату аллати, саатун деген тәмәррута бар ма? Демек аллати болады. Лиман ис-саату аллати ала сарири, кроваттың үстіндегі жатқан сағат кімдікі? Хия ли заужи ухти, ол менің әпкемнің несінікі, әпкемнің жұбайынікі, әпкемнің күйеуінікі. Алтыншы, акмил الجمل الآتية بوضع اسم موصول مناسب التي في الفراغ في الفراغ. Так, бұл жерде келесі сөйлемдерді әлләзи немесе әлләти деген исм маусулды қосып, қай жерге әлләзи келеді, қай жерге әлләти келеді, соны дұрысын қолданып, бос сөзді бос жерде толтырыңыз дейді. Китапқа әлләзи ме, әлләти ме? Китаптың соңында тәмәррута жоқ, демек әлләзи болады, ертегінде болады. Китабу ләзи алал мактаби лил мударриси. Партаның үстіндегі кітап ұстаздікі. Әл-қаламу ләзи болады, нәжде, әлләзи болады. Әс-сайарату ләти болады, тәмәррута болса әлләти болады. Әл-кәлб әлләзи болады. Әл-фата әлләзи болады. Тилка әл-батта, нәжде, тәмәррута бар ма, демек әлләти болады. Әлләти, тадып кетейік. Бәйтул жадид әлләзи болады. Дәрс әлләзи болады. Тәмәррута жоқ. Мен фатат әлләти болады. Та әлләти болады. Сол сияқты. Әтилка әл-хақиба, хақибатун ба, демек әлләти болады. Сол сияқты нәждің бәрін өздеріңіз оқып өтесіздер, иншалла. Әл-калиматул жадида. Жаңа сөздер. Әл-амму, көке. Көке деген кім? Ахул әб. Әкенің бауыры көке деп айтады дейді. Әл-амма. Амматун деген тәте. Тәте, амматун деген кім? Ухтул әб. Әкемнің қарындасы, әпкелерін амма деп айтады арабтарда. Әл-хал, нағашы. Әл-хал деген кім десе? Ахул менің анамның бауыры. Ол хал деп айтады. Енді анамның бауыры кім? Бізде қазақта нағашы. Әл-хала. Хала деген кім? Ухтул менің анамның сестрасы маған нағаш әпке болады. Сайиди, сайидати. Құрметті әйелге айтылады. Мынау ертегіне айтылады. Мусташфал уилада, раддом. Осымен иншалла 12-ші дәріс бітті, бауырлар. Түсінбеген жерлеріңізді сұраңыздар, иншалла, құрметті бауырлар. Каналдың дамуына көмек беремін десеңіздер, карточкаларымыздың реквизиттерін қалдырамыз, иншалла, сауапты істеп бірге болыңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді міндетті түрде сұраңыздар. Алла тағала сіз бен бізге пайдалы ілім берсін, иншалла. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.